Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Биз силер менен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырдык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Силерге мурда айткандай, мен Манасчы Сагынбай Орозбактын варианты негизинде 5 томдуу Манас роман кара сөз түрүндө жазганмын. Мына бул китептер силердин алдыңарда. Бул китептердин баарын мен Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда бул китептер орто мектептердин программасына Манас эпосун окуп үйрөнүүдө кошумча окуу куралы катары сунушталган. Манас эпосун окуучуларга үйрөнүү жеңил болсун деп, мен атайын 8 жана 11 класстын окуучулары үчүн мындай кылып жумушчу дептерлерди түзгөнмүн. Бул дептерлер дагы азыркы учурда билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңешинин чечими менен мектептердин программасына киргизилген. Азыркы учурда мен үчилдиктин 2 бөлүгү болгон Семетей эпосу боюнча иштеп, анын негизинде 1 том романымды жазып бүтүрдүм. Учурда 2 томдун үстүнөн иш жүрүп жаткан мезгил. Биздин баатырдык эпосубузду мындан ары дагы жайылтуу максатында мен 5 томдуу романымды толук ойдун орус тилине которуп, аны атайын интернет сайт ачтым, epos-manas.com деп. Ошол сайтка кыргызча жана орусча варианттарды сатып үчүн койдум. Кимде ким кааласа, китептерди ошол жерден сатып алса болот. Мындан тышкары мен азыр YouTube каналында жана башка социалдык тармактарда күн сайын ушундай видео тасмалар менен чыгып жатамын. Анда мен эпос жөнүндө айтып берип жана романдан үзүндүлөрдү окуп жатамын. Мындай видео тасмалар кыргыз жана орус тилдеринде чыгып жатат. Белгилегичи жагдай, орус тилиндеги видео тасмалар дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Бул деген эми биздин жер шарынын ар кандай жашоочусу Манас эпосу менен жана анын негизинде жазылган роман менен өзүнүн эне тилинде же өзү билген, жакшы билген тилде тааныша алат дегенди билдирет. Ошондуктан мен силерден суранат элем, биздин видео тасмалар жөнүндөгү маалыматты өзүңөрдүн жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерде жашап жаткан тууган уруктарыңарга, дос жарларыңарга, тааныш билиштериңерге билдирип койсоңор, Манас эпосун жайылтууга өзүңөрдүн салымыңарды кошкон болот элеңер. Мына мен өзүмдүн романым жөнүндө кыскача айтайын деген сөзүм ушул. Эми болсо силердин уруксатыңар менен мен романымды окууну улантсам. Жакыпка салына турган калың дукканда Атемир менен бектер буур езилгенче күлүштү. Көптөн бери мындай шаттанган эмес элем, деди Кан араңдан зорго күлкүсүн тыйып. Калыңыбыздын өлчөмүн укканда Жакып чалкасынан кетип тиги дүйнөгө жөнөбөсө болгону.
ha. Kandın артынан бектердің бары қайрадан күле башташты. Bir topқа çeyip oradan katqırıp күлкіге жаңырып тұр. Biz hiç neseni unutkan жоқпыз mı? Сұрадық қан күлкі тыйылғандан кейін. Қаным, деді Ақылбай. Жақыптан қалыңға қанша ақша сұраймыз? Қызыл алтын дилдеден 40 мыңды салғыла. Жамбыдан 1000'ді алғыла. Шының барын Жақыпқа ұмытсақ, алым не қыларын білбей, жабой қачады. Ұшынды biz Kırgız'dan gelgen kuğu çaldı, uzat жібереміз деп қуандатымыр. Ta düşün kiyген қан, Абышқанның жанына өзі баратқан болды. Мен барып, құдамды көрейінші деп қатқырған атемір. Жақыпқа 600'те нөкерлерін елтішіп жөнеді. Жақып сарайда атқа кеткен Меңдібай, Бөкөй, Жөкөй, Атбағар екі құлменен қандың жоғын шыдамсыздық менен күтіп отыр. Алар атқан бөлмеге Атемір нөкерлерін қоштосуында келіп барғанда, Жақып орнынан дар отырып қанға келді. Анын келбетін, айбатын көргенде Атемір алсырап, қалының үші, жанының тыншы кетіп, аябай ыңғайсыз болды қалды. Жақып манасына таш екендігі біленіп, салтанатты Атемір аға араңдан зорға салам айтқанға жарады. Жақып саламға әлек алып, қанменен ұшырашты. Келіңіз, отырыңыз деп Атемір Жақып тұрмақта аға оң тарабынан орын салдырды. Абышқа рахмат айтып, қандың жанына отырды. Қадамыңыз құт, қас кішіңіз жұрт болсын, тақсыр, деді Атемір. Хабарсыз қайдан келіп қалдыңыз? Не себептен бізге келдіңіз? Ханым, деп жауап берді Жақып. Сіздерге келгенім Құдайдың бұйрығы екен. Балама аял іздеп, көп жерлерге барып, көңіліме толған қызды таппадым. Қалаңызға келгенде қызыңыз маға жағып қалды. Насip болса, мақұл десеңіз, аны өзіме келін қылып алайын. Мен қызымды бергенге ниетім жоқ, сөз сөйледі Атемір. Себебі ал али жаш. Жаш дегенім жалған сөз, башын шайқады Жақып. Сен ашықшы сөздерді сөйлеместен балаңдың бақытсын тіле. Сен неге мұндай деп жатасыз? Ачусы келді Атемірден. Қыз 10 жашта анылды болса, жаштысы болды. Бірақ 16 жашқа келген қызды жаш деп атағанға негіз жоқ. Егер де қызыңды бергің келбесе, аны ашыға айтып қой. Бұл шал ақылды оқшайды, шашқалақтап қалды Атемір. Мұны мене не тият болып сөйлесем, тілімден қармай тұрғандай. Құп десең, құлды құрамын, деді Атемірдің ерінен түштеп, ұн шықпай қалғанын көрген Жақып. Құдай бұйырса насипті, қуаныш түсінде құда болған тұрамын. Мен қызыңызға жуучу болып келдім. Егерде көңілдері жарашса, балам алсын баламды. Бұл қақпас шалға емне деп жауап берсем, өңі көрер Атемірді. Санира биғаным жаш десем, қалпымды шығарды. Қызымды бергенден баш тартсам, бұлар елі жұртымның түйіне жетеді. Берейін десем, Жақып ешқандай қалың бере тұрғандай емес. Аға қарсы шыққанға алым жоқ. Емем не қылсам? Қызымды жамандық менен алады деп, көңілге салба алаңды. Қандын ойын айттырбай шүмді Жақып. Мен балама қызыңды барды қағада салттарды сақтап, алып берейін деп жатам.
Basa, senin kança oğlun var? Алардын эркеги канча? Кыз балаңыз нечөө? Менин 2 кызым, 3 уулум бар. Түнчү болуп жатабыз. 2 кызың бирдейтен колуңдабы? Адирайбига бир кызым башта барган байына, бара турган жайына. Сен каалап турган Санирайбига кызым азыр колумда. Шүнүктүү Жақып жанындағы Акынбек уулу Меңдібайға қарады. Сен қанға құлдық пұлын бер. Жарайды. Орнынан дар отырған Меңдібай дуалдың жанындағы чоң қара құржындан бір шаңшуыр жамбы алып Жақыпқа сұнды. Бейбереке болма, деп ачуланды Абышқа. Құржыныңды көтеріп, алып келген қолға. Emne берүүнү өзүм билейин. Ыңгайсызданған Меңдібай буйрукту аткарып, куржунду байына алып келди. Жақып ага кол салып, 10 чоң шаңшуурду, 10 чөчүк бараны, 10 тай туякты, бир жамбы алтынды алып, Атемирге сунду. Бул сизге бата аякка каным, деп Жақып канга таажым кылды. Буга турган бектер таң алышты. Мен мұны өлермін деп жүрсем, бұл қиыншал турбайбы? Ешкімге білдірбей алып жүрген ушунча дүниесінің барын бата аяққа берді, деп Атемир өзі да бұл көрінішке аябай таңданды. Егерде Жақып ушундай болсо, Манастың өзі қандай жан екен? Кызымды ала турган ал жигит қандай екен? Мақұл, ақсақал, деді білектерді алған қан орнынан тұрып. Өтінішіңіз бойынша ақылдашып көріп, жауын береміз. Нөкерлерін алған Атемир Жақып менен жылуу коштошуп, ордосуна жөнөдү. Эгерде буларга кызымды бере турган болсом, Манас дегени кандай экен? Кетип баратканда ойлонду кан. Кызымды ырыстуу адам алса, аябай бага ачылат. Эгерде күйөөсүнүгү жок болсо, кызымдын убалына калат. Ошондуктан бул иши терең ойлонуп чечпесем, кызымдын тагдырына балта чапкан болом. Кызынын келечеги жөнүндө пушайман болгон Атемир ордосуна кантип жеткенин өзү да билбей калды. Бөлмөсүнө киргенден кийин кан алтын тактысына барып, ага итияттыгын утурду. Каным жылмая карады Атемирге, жанында Абдыкал. Бизге соогат салам барбы? Кан аны жалттык деди. Мен элге сөкөт калбайм. Алтын жамдын өзүм алып, ак жамбыны ушул жерде тургандарга бөлүп берейин деп ойлогон Атемир оттуу жамбыны чыгарып, ордодогу бектерге берди. Жақып бизи жакшылыкты билген ит дебесин деп, Атемир ага кызыл кымпап дейилден 3 сарпай, башайы менен Беккасамдан 9 сарпай кийгизип, жарашып, куда болуп, Абышканы жолуна салды. Жақып бир нече күн тынбастан жүрүп, айры жайгашкан кара тоого жеткенде, Манас чоролору менен тоого уга 7 күн мурда кеткенин билди. Абышка айылга кайткан түнү бийик аркалуу тоонун этегиндеги арчалуу чер токойдун ичине тегилген көк чатырда жаткан Алмамбет кызыктай түшүп көрдү. Түшүндө ага чекеси кетик толгон ай колуна кирип, койнунда бирге жатыптыр. Чочу ойгонуп кеткен Алмамбет караса, баарын түшүндө көрүптүр. Буга окшогон түштү эч качан мурда көрбөгөнүнө таң калгандыктай башын чайкап, аны Манаска айтып бере турган болду. Мындай түштөрдү ал түнү Манас да 40 баатыр да көрүштү. Алмамбет менен Манастан айырмаланып, алардын колуна кетиги жок толук ай кириптир. Эртең менен эрте турган Алмамбет Манаска түшүн айтып берди. Мен да ушундай түш көрдүм деп таңданган баатыр
түшін баяндағанда 40 баатыр сөзге аралашып, өздерінің түштерін айтышты. Қандай болып кеткен неме? Түштерімізді Аллам жорып берсін деп, Манас жанындағы Бақайға қайрылды. Батырым, толқындаған Бақайдың көздерінен жас шығып кетті. Қолыңа айдын тигені, ала тұрған жарыңдың ақылының жетіктігі. Айдын шекесінің кетігі, анын башқа чұқақ екендігінің белгісі. Башқа батырлар толық айдын алғаны, алар үйленіп, балалы болып, көңілі жай тартып, балқит екен. Ал эми Манас менен Алмамбет бир далай уақытқа чейин бала көрбөй, зарығып жүрүшөт экен. Жок аба, күлүмсүрөп жооп берди Манас. Мен алған ая дегенде кеттик. Аяғында болса артық болды. Мұның жақсы екен, қуанып кетті. Бақай, сена дегенде персент көрместен кейін еліңе ие болған, өзіңдей мықты азамат ұлы болады екенсің. Түштерге қуанған жігіттер бұрыш жерден бұғу, құрбыдан құлжа, адырдан арқар атышып, аңгемеге батышып, ұшындай көңілді мағынайда 11 күн ұлда жүрішті. 12-ші күні Манас аларға қайрылды. Жігіттер, біз моқымды қандырып, ант қылдық. Емі үйге қайтқанға мақұлсыңар бі? Мақұлбыз батыр, деп жауап берді Бақай. Ошондан кейін жігіттер үйлеріне қайтып келішті. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна чыкты. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.